Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Биыл ақын, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толады. Ұлтымыздың ғылымы мен мәдениетін биікке көтерген қайраткерді ұлықтау қай сала қызметкерлері үшін де үлкен жауапкершілікті талап етеді. Лев Николаевич Толстой атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы да бұл айтулы датаны мерекелеуге дайын. Ұлт жанашырының мұраларын, еңбектерін насихаттау мақсатында биыл бірқатар іс-шаралар жоспарланып отыр. Соның бірі Ахмет Байтұрсынұлы жайлы маңызды деректер мен зерттеу еңбектері және оның шығармашылық мұралары, мақалалары жинақталған ұлтын ұлықтаған ұлы тұлға атты кітап көрмесі. Көрме дәуірдің жарық жұлдызы, мұрамды жеткіз келер ұрпаққа, тіл тағылымы, жазған сөз жаным ашып алашыма деп аталатын 4 бөлімнен тұрады. Мемлекеттік тілде және орыс тілінде топтастырылған көрмеден ұлы тұлғалардың Ахмет Байтұрсынұлы жайлы шынайы лебіздерін кездестіре аласыз. Өзге оқыған мырзалар шен іздеп жүргенде, қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған патша заманында жалғыз-ақ Ахмет еді. Қазақтың ол уақыттағы кейбір оқығандары уезд, губерния соттарына күш салып, тілмәш болып, кейбірі арын сатып, ұлықтық іздеп жүргенде, Ахмет қазақ ұлтына жанын аямай қызмет қылды. Халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған ісі үшін бір басын бәйгеге тікті. Бір басында сан салалы өнер тоғысқан, телегей теңіз энциклопедиялық білім иесі, қайшылығы мол тартысты ғұмырында қараңғы қалың елін жарқын болашаққа сүйреуден басқа бақыт бар деп білмеген ірі тұлға, халықтың рухани көсемі. Бірінші бөлімде Ахмет Байтұрсынұлының өмірі, ғұмырнамасы және мехнатты тағдыры жайында көптеген деректер мен мақалалар жинақталған. Бұл бөлімде ахаң туралы ақиқат, Ахмет өскен ақындық орта, Оренбургский путь Ахмета Байтұрсынова, Алаштың ардағы, Алтын бесік, Ахмет ұшқан алтын ұя секілді кітаптарды, сондай-ақ зиялы қауым өкілдерінің, ғалымдар мен ақын жазушылардың зерттеу жұмыстары мен ой пікірлерін кездестіруге болады. Сондай-ақ Ахмет өмірі жайлы ғылыми мақалалар да топтастырылған. Мұрамды жеткіз келер ұрпаққа бөлімі Байтұрсынұлының әдеби мұралары мен шығармашылығына арналады. Онда ахаңның маса, 40 мысал, әдебиет танқышы, томдық шығармалар жинағы, қазақ әдебиеті тарихына енген тұстары, сондай-ақ әдебиет теориялары мен ахаңның өлеңдеріне жасалған сыни мақалалар орналастырылған. Аудармалық дүние емес, бұл төл туынды дүние. Ахметтің өзі жаратқан, өзінің ойында, өзінің танымында, өзінің ішкі жан жүйесінен, жүрегінен тербетіп шығарған жүректің сығындысы. Бұл шығармалар. Кейде осы 40 мысалды кейбір зерттеушілер айтады, бұл аударма деп, Крыловтан, басқалардан аударма деп. Шын мәнінде түгелмен аударма емес, біразында Ахмет Байтұрсынның өзінің туындылары бар. Мысалы, Малшы мен Маса деген өлеңі бар. Бұл масаны бұл жерде Байтұрсын символ ретінде қолданады, кейін өзін Маса деп атаған ғой. Яғни бұл жердегі Малшы мен Маса сияқты өлеңін Байтұрсынның аудармасы деуге келмейді, Байтұрсынның өзінің тұлғасы, өзінің шығармасы. Сол сияқты Қара бұлт деген өлең бар Байтұрсын. Бұл да аударма деуге келмейді. Осы бөлімде белгілі ақын Хамитбек Мұсабаевтың Қан шеңгел толғауын Абзал Алпысовтың орындауында тыңдау үшін арнайы QR-код берілген. QR-кодты сканерлеу арқылы оқырмандар YouTube желісіндегі бейне жазбаны қарауға мүмкіндігі бар. Қан шеңгел поэмасы ахаңның досына жазған соңғы хатының әнге айналған нұсқасы десек те болады. Әнін жазған сазгер Нағашыбай Алпысов. Айзола достым, аса қымбаттым, менен азап жаныма батты, өкпелі дәуір өкініш шуы, аса өзендей толқыны қандым. Өзіңе аян өмірім ізін көрдім ғой, бейне туған үшін жабылған аққан жаланы ойнау мен өзіңнің көйі өртенді ішім. Үшінші бөлім тіл тағылымы деп аталады. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тіл біліміне қосқан үлесі, алғаш жасаған қазақ әліпбиі жайында деректерді осы бөлімнен табасыз. Алаштың тілдік мұрасы, тәуелсіздік және алаш ғылымы, қазақ тіл білімінің мәселелері, тіл тағылымы, бастауышқа арналған оқу кітабы және сол секілді тағы да басқа көптеген кітаптар осы бөлімде. Мысалы, міне.
Ә болып өзгереді. О ö болады. Болады. О ö болады. 4 ағарып 8 дыбыс. Қандай ықшам? Иә. Балаларға үйреткенге де қолайлы. Бізде сілтеу өсімдіктері бейберекет қолданылмайды. Ахмет Байтұрсын грамматикаларында соның бәрі анық көрсетілген. Мысалы, біздер қазір барлықтары деп қалай болса солай қолданатын болдық. Көбісі Байтұрсында ол жоқ. Байтұрсын барлық деп береді да, оның жекешесі жоқ дейді, болды. Байтұрсындың грамматикасының кереметтігі ол жерде норма бірге көрсетілді. Ұлт ұстазы атанған Ахаңның педагогикалық қыры мен журналист, публицист ретінде атқарған еңбектері соңғы, яғни жазған сөз жаным ашып алашым атты бөлімде қарастырылады. Әдебиетпен қатар журналистиканың да негізін қалаған алаш қайраткерінің ел мүддесі үшін жасаған ерен еңбектері, ағартушылық қызметі жетіп артылады. Қостанай таңы газетінде жарық көрген Ахмет Байтұрсынұлы редактор мақаласында редактор Байтұрсынұлы газетке белгілі, оқыған, елге сыйлы, қаламы жүйрік ақын жазушыларды автор етіп тарта білген. 20 ғасырдың басындағы саяси әлеуметтік өмірдің ең түйінді мәселелеріне қалам тербеген саясаткер публицист Әлихан Бөкейхановтың, жазушы публицист ақын Міржақып Дулатовтың, Абайдың жалғасындай ақын композитор Сегіз қырлы Шәкәрім Құдайбердиевтің, талантты ақпа ақын әрі публицист Мағжан Жұмабаевтың, ақын, сықақшы, аудармашы Сәбит Дөнентаевтың, ұлы жазушы Бейімбет Майлиннің, сыршыл, эпик ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың, белгілі ақын Ғұмар Қарашевтың, сол сияқты ақындар Ахмет Жанталиннің, Мұхамедияр Түркеновтың, Жүсіпбек Жиенбаевтың, Жүсіпбек Басығаринің, Бекмағамбет Серкебаевтың, Ахмет Мәметовтің, тағы да басқалардың қазақ газетіне шыққан шығармалары оның мән мазмұнын көтере түскені айдан анық. Сонымен бірге олар да қазақ газеті арқылы қаламдарын ұштап, қанаттарын қатайтып, еліне еңселене көрінді. Ахмет Байтұрсынов қазақ газетінің редакторы ретінде өз басылымының қазақ халқының тарихына, оның ұлы тұлғаларының өмір жолына тереңірек дендеуінде назар аударып отырды, дейді Серікбай Оспанов. Ал Ахаң мына қоғамдық саяси баспасөзінің баспасөз тілінің негізін қалады. Және Ахаңның сіңірген еңбегі мына баспасөздің функцияларын атап өтті. Мынандай аксиома бар. Газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деген. Ұйымдастырылған көрме ел үшін жанын берген ердің ғұмырына қызыққан оқырмандар мен қала тұрғындарының тілегін қанағаттандырады деген ойдамыз.